Сәлем достар, сіздермен бірге AVA Mobile KZ каналындасыздар. Бүгін біз сіздермен Drive Ahead ойыны жөнінде сөз қозғаймыз және біз бастаймыз. Бұнда ойынның қазір мен сіздерге көрсетемін. Өте қызықты ойын. Бірінші мен өзіме керек машинаны таңдап алайын. Менің өзіме ұнайтын машинам бұл. Менің қарсыласым дәл сондай болып шықты. Бұл ойынның басты қызығы сіз қарсыластың басына тигізу керексіз. Сонда сіз ұпай жинай аласыз, яғни жұлдыз жоғарыда көріп отқандарыңыздай 5 жұлдызға дейін жеңу керек. Сонда ғана жеңіске жете аласыздар. Және бұл мені бірінші турда жеңіске жетті. Екінші турда да жеңіп отыр қарсыластарым. Және міне алғашқы очком, яғни ұпайым. Бұның үстіне классысы жоқ. Міне есеп теңесті. Қарсыласым оңай секілді көрінгенмен кішкене қиындау секілді ме? Және камбэк. Бұл ойынның басты қызығы осында. Бұнда әртүрлі және режимдер бар. Қазір мен осыдан кейін сіздерге режимдерді көрсетемін. Не көріп отқандарыңыздай мен жеңіске жетіп отырмын. Және біз осымен алғашқы ойынымызды аяқтаймыз. Және өзіме берілген ақшаны алдым. Міне стадионы деген режим бар. Бұнда көп стадиондар бар. Көріп отқандарыңыздай міне. Біз ең алғашқысы осы. Сіз осыдан бастайсыз және барлық осы стадионның барлық деген режим. Біріншісін жеңіске жеттім. Екіншісінде жете алдым. Осымен аяқталды. Осы уровень. Келесіне өтеміз. Менде 268 теңге, 250 теңгеге біз Drive Ahead'тен осындай қорапша аша аламыз. Бұнда маған жер түсуде. Бұл мосты из костей дейді бұндай. Енді стадионы деген жерді жалғастырамыз. Тағы победи 3 членов банды. Осындай бізге тапсырма жоқ. Менің жолым болмады бұда. Міне өте қатты жүретін. Не біріншісін бітірдім. Екіншісін күтіп тұрмын. Және бұл мен оны алдамасам, ол мен өзімді алдап кетті. Және менің ойым жүзеге аспады. Минаға жарылып, басқа жаққа ұшып кеткен ойым болған. Және маған неудобный машиналар, ыңғайсыз. Енді міне көріп отқандарыңыздай кішкентай инопланетямен. Бұны қалай жеңіске жетемін деген сұрақ туындайды. Мотоцикл төбемізден асып кетті. Бірақ жеңіске жеттік. Және көрдіңіздер, күрес стилінде мен лақтырып жібердім. Және мен жеңіске жеттім бұл уровеньда. Енді тағы бір ойын ойнай жіберсек. Мне наберите 3 очка.
Endi satsizlik. O'sha mototsikl o'zimga olmadim negizimga. Екі қарсасын bir-birini o'ltirib boshladi. Yana biz jengishga yetib o'tirmiz. 20 tenge. Ne o'shinday, yana bunda tag'i sargari degan rejim bor. Bunda siz qalagan mashinangizni tanlaysiz дағы. Men misalga pilot alamın. Және bunda barınca көп машиналарды ұтуыңыз керек. Және қайтадан реклама бітті. Bunda barınca көп машиналарды жеңіске жетуіңіз керек. Bunda sizin жеке рекордыңыз болады. Таңдаңыздай мен алғашқыларында жеңіліс таптым міне. Жоқ. Енді осындай режим сәл қиындау секілді ма? Жоқ, маған сәтсіздік болуда, қайта жеңіліс табудамын. Мен машиналар тез шығып жатыр. Bir-birlerini өлтіріп жатыр. Және осылай жалғастыра бересіз, қанша қарсылас жеңілгенге дейін. Және стадион суперзвезд көріп бұнда сізде күніне осындай заданиялар шығып тұрады. Бұны сіз сол заданияларды орындайсыздар. Бұл матчта осындай мотоциклмен жеңіске жету керек. Және тағы да маған қызық машина шығарып берді бұлар. Не екенін түсінбедім. Және бұнда мен жеңіске жетуім керек. Көріп отқандарыңыздай астыдан су көтерілу керек негізінде. Жоқ, бұнда внезапно снять деген қосты. Және үшінші жеңілісім. Енді міне тағы да бізге мина күні кесіп кетті. Және алғашқы жеңісім, екінші жеңісім. Доптың арқасында рахмет саған, доп. Касми жоқ, дәл тигені не сенің. Қайтқан ойнамастан гамбургермен машина бізге шыққан. Өте қызықты және не деген мотоцикл не. Және де ыңғайсыз. Және бұл тәттігі. Маған жаман машиналар беруге бұлар. Қарсыласында да ондай түскенміз машина. Қармен атамыз, бірақ есептеместі. Мен жеңіске жетуім керек, міндетті түрде. Ондай событияларда. Сәтсіздік. Және не деген машиналар, мотоциклдер ма? Бұл қалай болып кетті өзі. Және мен өте алмадым бұны. Сіздер өтсеңіздер өтесіздер. Көріңіздер. Енді охота на босса деген бұнда билеттен ойнайсыздар сіздер. Өздеріңіз міне сол жақтан машина таңдайсыз. Міне көріп отқандарыңыздай дәл үлкен бос шықты.
Мен bir машинамdan ayrılıp kaldım. Birlik tiydi. Екінші рет тигізуге мүмкіндігім бар. Және менің оғым тиді. Жоқ. Ай. Өте ауыр. Мен басына тигізе алмай жатырмын. Тиді. Бұл мені ошырып та кетті. Және жоғарыдан пилалар шығуда. Бұл мені кесіп кетті. Жоқ. Тағы да жеңіліс таптым. Міне осындай босты жеңілдеріміз керек. Және біз сонымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге кеңес беремін осы ойынды басуға. Өте қызықты ойын. Және біз аяқтаймыз.